елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман, ең сыйлы адам болуға тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді дамытады. Біз қарапайым еңбек адамына құрмет көрсетуіміз керек. Қандай кәсіппен айналыссаң да, оны сапалы атқару маңызды. Шын мәнінде ең бастысы адал еңбек. Біз мұны жете түсінетін ұрпақ тәрбиелеуге тиіспіз. Это масқара, кім сені басқарар, кевидан шашылды сенеге бас салар. Чиста результат, чиста маңдай тер, микрофон